Саламатсыздар ма? Менің есімім Жанна Жарылқасынқызы. Бұл канал таргет туралы қазақша таргет канал болады. Сондықтан бүгін мен сіздерге Инстаграм арқылы таргет жарнамасын жіберуді көрсететін боламын. Маған тіркеліп қойыңыздар, лайк басып, комментарий жазып, түсінбеген жеріңізді комментарийға жазып отырыңыз. Ал ендеше кеттік. Біз Инстаграмға кіреміз. Кіргеннен кейін өзіңіздің постыңызды или рилсіңізді таргет жіберетін соны таңдап аласыз. Сіз Инстаграмға қойған әрбір пост рилсті таргет жарнамасына жібере аласыз. Мысалы, біреуін таңдайсыз, сол кезде астында көк продвигать кнопкасы шығады. Соны басуымыз керек, қазір көрсетемін. Так, мысалы, мынаны алдым. Көк кнопканы бастым, продвигать деген. Содан кейін осылай шығады. Осылай шыққан кезде сізге большой қайсысын таңдайсыз деп тұр. Сізге сізді білген ба, сізге интересныйлар ма, или люди посмотрят ваши көрген қалайсыз ба деген сияқты тұр. Бұл жерде біріншісін таңдаймыз. Дәлені басамыз. Одан кейін бізде мына жерде таргет или аудитория создать етесіз ба, или автоматически өзі аудитория көрсете берсін ба деп шығып тұр. Біз аудитория таңдайық, или болмаса таргет деген бұл менің аудиторияма көрсетсін ба деп тұр. Аудитория создать свой аудитория деп таңдасаңыз болады, или болмаса осы жерде сізде таргет или салон деп шығып тұрса, соны таңдасаңыз болады. Қазір мен сіздерге создать свой аудитория деген таңдауды көрсетемін. Астында тұрған, Міне, біз название аудитория дейді, местоположение, интересный, возраст таңдай аламыз. Осы үш аудитория. Местоположениеде өзіңіз осылай белгілесеңіз болады, или болмаса мына жерде Алматы деп өзіңіз таңдасаңыз болады. Вот, Алматы, готово дейміз, интересный, таргетке қызығатын, или ферлан. Так, таргет деп өзіңіз немен айналысасыз, соны белгілесеңіз болады. Одан возрастқа өзіңізге қандай жас керек, сол жасты белгілесеңіз болады. Әйел адамдар ма, ер адамдар ма, ер адамдар керек емес, готово. Так, названияны белгілеуіміз керек, название аудитория деп тұр. Соған таргет деп қойсақ болады. Таргет. Жасын жазып қойсақ болады. 22-45 жас деп. Готованы басамыз. Міне біздікі тайм болды. Енді дәлені басамыз. Қандай бюджет қоясыз деп тұр. Без мына жерді былай жылжытсаңыз болады. Осылай азайтып жылжытып өзіңіз істей аласыз. Примерно міне көрсетіліп тұр. Көбейткен сайын охват мына жерде көрсетіліп тұр. И астындағысы потом сізде күн ғана. Өзіңіз астында дейін деп тұрған. 2 күнге қойсаңыз, 2 күнге $4 сізді 1200-3100 адам көреді деген сияқты. Көріңіз ба? И далее деп кетесіз. Потом сізде все бәрі дайын. Мына жерде сіздерде карта тіркелмеген болса, изменить деп көк жазу тұр астында. Сол жерді басып, карта тіркеуіңізге болады. Сол жерде добавить деп тұрады, или изменить деп солай. Өзгертетін болсаңыз, изменить деп өстіп өзгертесіз. Енді болды, біз мына продвигать публикацию деген кнопканы басамыз, көк кнопканы. Сізде таргет жарнамасы кететін болады. Ал сәттілік, пайдалы болса лайк басыңыздар.